Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге дәрігер невропатолог Ақжарқын Сейтқазықызы. Бүгін сіздермен балада неврологиялық ауытқуларды үй жағдайында қалай анықтауға болады, сол туралы айтатын боламыз. Бүгін бізде осындай бала, искусственный. Осы баланың мысалында сіздерге түсіндіретін боламын. Қай кезде сіздер міндетті түрде дәрігерге жүгінуіңіз керек, және қай кезде сіздің балаңыздың дамуы жақсы, қалыпты деп спокойно боласыз. Яғни сіздер дәрігердің жаңағыдай қарауынан бөлек өзіңіз де біліп отырасыз, қай кезде сіздің балаңыз неврологиялық жаңағыдай зақымданулары бар екенін. Ал енді бірінші бала мысалы туылды, мынау енді жаңадан туылған балаға енді ұқсамайды, но примерно осы жаңағыда макет түрінде сіздерге түсіндіретін боламын. Так, бала жаңадан туылды. Бірінші жатқызамыз, балаңызды. Жатқызған кезде бала жаңағыдай аяқ қолын 4 айға дейін физиологиялық флексорная позиция дейді, яғни аяқ қолы бөгілі болып жату керек. Екі жағы да, екі қолы да, екі аяқта. Және қимыл қозғалыстары екі жақтан симметриялы болу керек. Яғни қолы қалай қимылдайды, солай аяғы да қимылдап, екі жағы да бірдей қимылдап отыру керек. Енді алғашқы неврологиялық жаңағыдай қауіпті белгінің бірі, ол егер баланың жаңағыдай мүлдем аяқ қолдарында ондай жаңағыдай тонус болмаса, физиологиялық гипертонус болады дедім ғой, 4 айға дейін. Егер сіздерде тонус болмай, бала осылай бос жататын болса, аяқта қолда бет салбырап бос жататын болса, онда ол қауіпті белгі. Ол значит мида ақау бар деген сөз. Немесе бұлшықеттерінде дұрыс, жаңағыдай дұрыс емес бір ақау бар деген сөз. Сондықтан бірінші осылай жалпы қараған кезде баланың аяқ қолы қимыл қозғалыста болу керек, физиологиялық гипертонуста болу керек. Екі аяқ, екі қолы бірдей жұмыс істеп тұру керек. Ал егер баланың аяқ қолдары бір-ақ жағы ғана қимылдап тұратын болса, мысалы, мына жақ жұмыс істейді, мына жағында ешқандай қимыл қозғалыс жоқ. Бұндай жағдай тоже қауіпті белгі. Бұл яғни болашақта ДЦП-ның белгісі болуы мүмкін. Яғни мидың ішінде қан құйылуы ма, қандай да бір қауіпті белгі бар деген сөз. Яғни осылай бала бір жағымен ғана жақсы жұмыс істеп, екінші жағының тонусы мүлдем әлсіз болатын болса, бұл әрине қауіпті белгіге жатады. Бұл екінші белгіміз, қауіпті белгі. Енді үшінші белгі. Егер сіз балаңыздың жаңағыдай саусағына, алақанына саусағыңызды осылай қоятын болсаңыз, бала осы қолымен қысып алу керек. Бұл рефлекс хватательный дейді, яғни ұстау рефлексі болады. Осылай ұстайды. Сосын былай тартқан кезде ақырын бала басын осылай ұстауға тырысу керек, ақырындап ше. Ақырын тарту керек. Не обязательно сразу. Бала басын 1 ай, 2 айдан асқан кезде ғана ұстай бастайды. Оға дейін сәл болсын бетіп талпыну керек. Содан кейін осы белгі. Егер сіздің балаңыз 2 айлық немесе 1 айдан асты, бірақ басы осылай артқа тартқан кезде салбырап тұратын болса, артқа қарата шалқайды, онда ол да қауіпті белгі. Ол үшінші қауіпті белгіге жатады. Значит, мойын бала ұстай алмайды деген сөз. Енді бұл жатқан кездегі жаңағыдай тексеріс. Егер баланы ішпен жатқызған кезде, мысалы бала осылай ішпен жатқан кезде, қалай жатыр осылай солай жататын болса, онда бұл тоже дұрыс емес. Бала автоматически басын бір жағына бұрып алу керек. Бір жағына осылай бұрып алу керек. Сол рефлекс защиты дейді, яғни қорғаныш рефлексі бар деген сөз. Ол бала, яғни мойнын ақырындап қимылдатып жатыр, басын көтере алады деген сөз. Даже жаңадан туылған нәресте, даже недоношенный баланың өзі басын осылай жатқызған кезде өстіп қимылдамай жатып қалмау керек. Бір жағынан бұрып алу керек. Мүлдем көтере алмаса да бұрып алу керек. Бұл рефлекс защиты дейді. Егер 1 ай, 2 айдан жаңағыдай асып жатқан бала болатын болса, ол уже осылай басын ұстап алады. Қолдарын осылай қоятын болсаңыз, басын көтеріп алады. 1,5-2 айға қараған бала. Енді әр бала әртүрлі ғой бізде даму бойынша. Сондықтан жаңағыдай кейбір балаларымыз бізде ерте дамып кетеді, кейбір балалар сәл кешігіп дамиды. Бірақ ол бәрі патология деген сөз емес.
Ол значит бала индивидуальды ерекшелігі деген сөз. Енді басын байқадық, енді мойнына қараймыз. Мойны кейбір балаларда мүлдем мойны көрінбейді. То есть мойны мен басы бірігіп кеткен сияқты болып тұрады да. Ол да дұрыс емес. Яғни мойын аймағында қандай да бір зақымдану бар болуы мүмкін. Сондықтан кішкене болса мойны білініп тұру керек. Сосын арқасына қараймыз. Арқасының омыртқаларын көреміз. Түзу ма, түзу емес пе? Осылай омыртқасын жүргізгенде түп-түзу болып тұру керек. Одан кейін жамбас, жаңағыдай жамбасына қараймыз. Яғни бұлшық еттері симметриялы ма, симметриялы емес па? Складкалар тура ма, тура емес пе? Мынандай екі жағындағы складкалары туп-тура болу керек. Бұлшық еттері бірдей болу керек, шығыңқы болып, әдемі болып тұру керек. Одан кейін барып, аяқтарын осылай тартып бір-бірімен салыстырамыз. Аяғын тартып салыстырған кезде екеуінің жаңағыдай ұзындығы бірдей болу керек. Яғни біреу ұзын, біреу қысқа болмау керек, Өйтіп тартып тұрған кезде сондай болады. Содан кейін баланы қолын осылай жоғары қаратып, сосын табанына осылай қолыңызды тірейтін болсаңыз, бала осылай тебінеді. Яғни бұл рефлекс ползания дейді. Бұл бала сразу еңбектемесе де, бірақ еңбектеу рефлексі бар деген сөз. Значит, біз арқа жағынан полностью оценка жасадық. Енді баланы жаңағыдай қолын осылай тұрғызамыз вертикальді жағдайға. Вертикальді жағдайға тұрғызған кезде бала басында осылай аяғын ұшымен тұрады. Кейін толығымен басып тұру керек. Бұл қалыпты бала. Ал егер бала осылай тек қана аяғын ұшымен тұрады, немесе аяғын осылай X сияқты тұратын болса, яғни дұрыс бүйтіп тұрамайды вообще, өйстіп айқасып қалатын болса, ол қалыпты белгіге жатады. Ол да ДЦП-ның спастикалық түріне жатады. Ондай болмау керек. Яғни бала басында аяғын ұшымен тұрады, кейін толық басу керек. Бұл жаңағыдай нормада солай жаңағыдай көрінеді. Енді баланы ақырын осылай алдыға қарата еңкеткен кезде бала осылай аяқтарын басады. Туылған бала. Хоть недоношенный болса да, рефлекс ходьбы болады көп балаларда. Осылай рефлекс ходьбы болады. Бұл да жақсы даму рефлексі. Ал егер баланы осылай вертикаль жағдайға қойған кезде мүлдем аяғын баспай отыра береді, мысалы, аяғын ешқандай ұстай алмайтын болса, ол тоже дұрыс белгі емес. Ол дегеніміз, яғни қандай да бір балада ақау бар деген сөз. Яғни сонымен тоқ етері, сіздер балаңызды босанып келгеннен кейін көп аналарымыз уайымдап жатыр, қалай мен балам дамып жатыр, мен баламда неврологиялық ауытқу бар ма жоқ па деп уайымдап тұрады да. Сол кезде сіздер осылай үй жағдайында тексере аласыздар. Ең алдымен баланы жатқызған күйінде, жаңа мен айтқан сияқты түгел тексеріңіздер. Одан ішпей жатқызған кезде қалай дамуын тексеріңіздер. Және вертикальді жағдайда қалай бала, соны тексеріңіздер. Кейбір жағдайда баланы осылай ішінен ұстап тұрған кезде, бос ұстаған кезде бала вообще салбырап қалады. Яғни аяғда, қолда ешқандай басы да төмен қарай бүктеліп қалады да, ол дұрыс емес. Ол жерде де синдром вялого ребенка дейді, яғни әлсіз бала синдромы. Ол да дұрыс синдром емес. Баланы осылай ішпен алған кезде, бала кішкене тонуста, кішкене омыртқасын түзіліп, кішкене басын бәрін тура ұстауға тырысып тұру керек. Сол кезде сіздің балаңыздың даму қалыпты деген сөз. Және де біз баланың жаңағыдай басын өлшемін сіздер үй жағдайында тоже өлшей аласыздар. Оның ешқандай қиындығы жоқ. Яғни мына жерде шүйдесі бар ғой, осы шүйдемен осы мынау қасының үстіндегі шекермен айландырып осылай жаңағыдай өлшейтін болсаңыздар, бас өлшемі шығады. Бас өлшемін жаңағыдай сіздер нормалар болады. Нормаларын мен сіздерге жаңағыдай қазір шығарып қоямын. Осы нормаларға қарап, бас өлшемін салыстырыңыздар. Өзіңіздің балаңыздың басының өлшемі өз жасынан үлкен емес па, немесе өз жасынан кішкентай емес па. Онда сіздер үй жағдайында өздеріңіз анықтай аласыздар. Яғни осы сіздерге мәліметтер пайдалы болған болса,
сіздер пайдаланыңыздар үйде. Уақыт өткізіп жатып қалмаңыздар. Егер балада қандай да бір осы айтылған белгілердің біреуін байқайтын болсаңыздар, міндетті түрде ертерек дәрігерге қаралып, ертерек ем қабылдаңыздар. Өйткені бала ерте жаста өте миы пластичный болады, яғни өте дамығыш болады. Ертерек ем бастасаңыздар, балаңыз ертерек жаңағыдай аяғына здоровый баланың қатарына қосылады. Сондықтан менімен болып осы каналды тыңдағандарыңызға рахмет айтамын. Егер жаңағыдай сұрақтарыңыз болатын болса, комментарийға астына жазып кетіңіздер. Подписаться деген батырманы міндетті түрде басып кетіңіз. Өйткені мен көретін жаңағыдай адамдар 95%-і маған тіркелмеген адамдар екен. Сондықтан тіркеліңіздер. Сіздің тіркелгеніңіз менің каналым өсуіне жаңағыдай үлкен үлес қосасыздар. Сіздер сол какой-то бір кнопканы бассаңыздар, маған үлкен плюс болады. Және комментарияға жазып, ойларыңызды жақындарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Сіздермен бірге болған дәрігер невропатолог Ақжарқын Сейтқазықызы. Қош сау болыңыздар, ауырмаңыздар.